Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Әдеттегідей тікелей эфирде Маңғыстау арнасында менің құқығым хабары, студияда мен Әділбек Кенже. Бүгінгі талқыға түсер тақырыбымыз әкімшілік құқық бұзушылық кодексіндегі өзгерістер. Осы тақырыпқа байланысты студия меймандарымен таныс болыңыздар. Серік Сәбитұлы Жұмабаев, Жаңаөзен қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы. Және де екінші қонағымыз Дусимова Алмагүл Иманәліқызы, Мұнайлы аудандық сотының судьясы. Қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, хабарымыз тікелей эфирде. Сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, атсалысыңыз. Біздің байланыс бағдарымыз нөмірін өзгергенін айта кетейін. 33 42 23 және де Ақтау қаласының коды 872 92 және бізде WhatsApp желісі арқылы жазбаша түрде толғандырған сұрақтарыңызды жолдай аласыз. Байланыс нөмірі 8777 739 89 18 нөмірі. Ал енді алғашқы сұрақ. Жыл басында әкімшілік құқық бұзушылықта туралы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені белгілі. Енді осы өзгерістерді енгізудегі басты мақсат қандай? Әлде уақыт па, әлде ереже ме? Жалпы осы өзгерістерден бастасақ әуелі. 2019 жылдың 27-30 жұлдыздарында желтоқсан айында елбасымыз Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің өзгертулер мен толықтырулар енгізу заңына қол қойды. Ол 27 қаңтар күнгі қойылған заң күшіне 11 қаңтар 2020 жылы енді, ал 30 желтоқсан күні қол қойылған заң 15 қаңтар 2020 жылы күшіне енді. Енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтырулар мен өзгерістер енгізудің басты мақсаты заңнаманы ізгілендіру, қоғамдық тәртіпті қалпына келтіруге бағытталған. Енді нақты өзгерістер мен толықтыруларға тоқталар болсақ, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73 бабында, яғни отбасылық тұрмыстық қатынастағы құқық бұзушылықтар, бұл бап бұрынғы заңнама бойынша ескерту және 3 тәулік мерзімге қамаққа алу жазасы көзделсе, қазіргі жаңа заңнама бойынша ескерту және 5 тәулік мерзімге қамаққа алу әкімшілік жазасы көзделген. Сонымен қатар осы отбасылық жаңағы 73-ші бап, 73-те 1-ші бап, 73-те 2-ші бап жаңағы денсаулыққа қасақана зиян келтіру және тән ауруына ұшырату құқық бұзушылықтары бойынша отбасылық тұрмыстағы құқық бұзушылықтар алынып, бірде бір бөлігі болып бөлініп шығарылды. Ол жерде енді отбасылық тұрмыстағы әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша ескерту жазасы көзделген және қамаққа алу жазалары көзделген. Түсінікті, енді айтып өттіңіз сөзіңіздің барысында, енді бұл жаңа отбасылық тұрмыстағы кездесетін құқық бұзушылықтарға деймін. Енді осы заңның өзгерісінің аясында айыппұлдардың 40 түріне төлем мөлшері төмендетіледі екен. Кейбірі мүлдем жойылады екен. Ол қандай түрлері осы айыппұлдар туралы айтып өтсек? Бұл жерде жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бірнеше өзгерістер енгізілді. Басты мақсаты айтатын болсақ, жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың құқықтарын, мүдделерін қорғау мақсат қойылған. Бірнеше құқық бұзушылықтар бойынша айыппұл сомалары төмендетілді, бір баптар бойынша мүлдем алып тасталынған. Жаңа айтылып кетілгендей, отбасылық тұрмыс қатынасындағы құқық бұзушылықтар бойынша бұрын 73 бабының 1-ші бөлігінде айыппұл немесе әкімшілік қамаққа алу жазасы көзделген болса, қазіргі уақытта ескерту немесе әкімшілік қамаққа алу жазасы көзделген. Оның мақсат енді отбасылық тұрмыстық қатынастағы құқық бұзушылық болғандықтан отбасының материал жағдайын сақтау мақсатын жасалған. Себебі айыппұлдың өзі де ауыр соғуы мүмкін.
кейбір отбасыларға. Сондықтан бұл жазаны алып тастап ескерту жазасына ауыстырылған. Қамақ қалу жазасы қалған. Ал басқа айыппұл түрлеріне негізгі халыққа жақын осы айыппұл? Негізі жалпы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік көрсеткішті өзгерген екен, да? Иә. 2651. Қазіргі енді төмендетілген айыппұлдардың түрлерін айтып өтсек. Бізде бірнеше баптар соттың қарауынан уәкілетті органдарға берілген. Бұл 63 құрам бойынша уәкілетті органға өткен. Сол баптар бойынша көп айыппұлдары төмендетіліп салынып отыр қазір. Мысал келтіретін болсақ, ұсақ бұзақылық бойынша 434 бабында бұрын қоғамдық орында былапыт сөйлеу, қоғамдық тәртіпті бұзу, ортақ пайдалану орынды ластаған үшін жауапкершілік көзделген. Қазір осы ортақ пайдалану орынды ластаған үшін бөлек статьяға шығарып, 434 прим 2 қылып шығарылды, және оның қарауы уәкілетті органға берді. Қазір уақытта енді сот емес, полицияның өзі айыппұлдар салып жатыр. Негізі не себептен алынып тастады десек, негізі ол соттың қарауында жалпы даулы санаттар болу керек деп есептеледі. Бұл санаттар бойынша ешқандай дау жоқ. Барлығы дәлелденген, келген адамдарды оны дауламайды. Айыппұл төлеуге дайын. Көбінесе ол жерде 90% айыппұл салынады деп айтуға болады. Сондықтан дауыс болғандықтан бөлек шығарылды. Мысалыға келтірсек, 2019-да ұсақ бұзақылық 434 бабы бойынша 379 қарадық. Оның ішінде 295 іс осы ортақ пайдалану орынды ластаумен байланысты болды. Енді қазір уақытта көбісі азайды. Істің қарауында жоқ, дауыс болғандықтан уәкілетті органдар қазір өздері де айыппұл салып жатыр. Бұл тоже адамдардың құқықтарын шектемейді. Бұл қаулылармен уәкілетті орган қаулымен келіспеген жағдайда сол сотқа қайтып шағым келтіруге құқықтары бар. Ол кезде сот өзі қарайды. Дұрыстығын тексеріп, шешім қабылдайды. Түсінікті, рахмет. Құрметті көрермен, хабарымыз тікелей эфирде. Сұрақтарыңыз болса, студия меймандарына қояр сауалдарыңыз болса, атсалысыңыз, байланыс телефонымыз 33 42 23. Ал енді жаңаға президентіміздің өзгерткен өзгерісіне бұдан бөлек әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі істерді қарастыру бойынша сот пен соттан тыс инстанциялардың құзыреті біртіндеп бөлінеді делінген. Осы туралы кеңінен айтсақ, қандай істерді тағы бөліп қарастырады? Ол жерде бірнеше статья бөлінген. Соттан тыс дейтініміз сотта қаралатын статьялар және уәкілетті органдар бар. Полиция органдары, басқа құзыретті органдар кіреді. Мысалы келтіріп болсақ, ол өте көп. Жаңа біреуін айтып өттім. 63 состав уәкілетті органға өтті деп айттым. 63 состав дейтін 63 статья уәкілетті органға берілген, соттан алынып тасталды. Түсінікті. Бізге алғаш хабарласқан көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Алло, қайырлы кеш. Желдес, айта беріңіз, қайырлы кеш. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс туралы сұрақ қойайын деп, мысалға мен жаяу жүргіншімін. Жаяу жүргіншілер жолағынан өтетін кезде, мысалға бірінші жолақта машина келеді, сол соттайды, екінші жолақтағы көрмей қала ма, әлде білмей, екінші жолақтағы көрмей қала ма, тоқтамай өтіп кетеді. Адамды басып кетейін, қақып кетейін. Осы жүгенсіз жүргізушілерге айыппұл салына ма, негізі видеоға түсіріп алсақ, бұған әкімшілік құқық бұзушылық жүре ма деген ғой. Түсінікті. Рахмет хабарласқаныңызға. Бұл жерде енді жол жүру ереженің талаптары бұзылу фактісі анықталып отыр. Жаңа айтып кеткен мысалда. Көбіне кездесетін жағдай. Көбіне кездеседі, ол үшін де жауапкершілікке тартылып жатыр. Бұл статья бойынша айыппұл жазасы көзделген. Оны қарайтын уәкілетті орган полиция органдарына. Жаңағы бейне жазбаға түсірілген болса, полицияға мәлімет берсе, бұл жерде шара қолдануға
толық мүмкіндік бар ол жерде. Яғни құқық бұзушылық бар. Құқық бұзушылық болып есептеледі. Түсінікті. Рахмет. Ендігі осы қол қойылған заңға сәйкес елімізде әкімшілік құқық бұзушылық өндірісі кезең-кезеңмен электронды форматқа көшіріледі деп айтылған. Осы жаңа жүйеге жалпы көшу қалай Жаңаөзен қаласында, Мұнайлы ауданында тоқталып өтсек. Біріншіден сот кабинеті, сотқа келіп түскен арыздардың бәрі сот кабинеті арқылы түсіп жатыр. Бұл енді адам аяқтай келіп сотқа арызын тапсыруға мүмкіндігі бар, және қашықтықтан интернет арқылы сот кабинетіне тіркелсе, сотқа келмей-ақ қашықтықтан арыздарын жолдау мүмкіндігі бар. Сонымен қатар қазір уақытта барлық соттарда сот залдары бейнежазба құрылғысымен қамтамасыз етілген. Барлық процестер 100% бейнежазбамен жүргізіледі. Басқа жаңашылықты айтып кететін болсақ, қазір уақытта смарт сот дейтін пилоттық жоба былтырдан бері келе жатыр бізде. Бұл бағдарлама бойынша арнайы Трюкомф дейтін бағдарлама енгізілген. Оны әр адам өз ұялы телефонына енгізіп алса, жаңа App Store, сосын Play Market арқылы енгізіп алуға мүмкіндіктері бар. Бұл жерде енді сотқа келуге мүмкіндік болмайтын болса, сот отырысы хатшы арқылы сотқа қашықтықтан телефон арқылы қатысуға мүмкіндігі бар. Бұл іс сапарда болса, еңбек демалысында, үйінде шыға алмайтын жағдайлар болады ғой. Сотқа жаңағындай бағдарлама арқылы, телефон арқылы қатысуға мүмкіндігі бар қазір уақытта. Ал жалпы осы смарт сот жүйесі арқылы қанша іс атқарылды? Жаңаөзен қаласы әкімшілік сотында былтыр 10 әкімшілік іс қаралды. Ол жерге Алматы қаласынан Турцияға еңбек демалыс кетіп қалған адамдар қатысты. Қазақстан әрбір қаласынан қатысып жатыр. Биылға енді 3-і қаралды бізде. 2-і Алматыдан, 1-і Ақтаудан қатысты бізге Жаңаөзенде болған процеске. Түсінікті. Мұнайлы ауданы білсек? Мұнайлы ауданы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес, былтырғы жылы 2019 жылы 6 іс смарт сот пилоттық жобасы арқылы қаралды. Ол жерде енді Қызылорда облысынан қатысқандар бар, жаңағы іс сапармен кетіп қалуларына байланысты. Енді ағымдағы жылы әзір қаралған жоқ. Түсінікті. Енді осы электронды жүйеге деген көшу бойынша жалпы қарқын алып келеді. Ал енді осы смарт сот деп қалды, тағы түнгі сот деген жоба бар, де? Түнгі сотты пилоттық жоба бар. Бұл бойынша алғашында жол көлік оқиғасына қатысты істер бойынша енгізілді. Басты мақсаты жол көлік оқиғасы болғаннан кейін адамдар шығындарын тез арада өтеп алу шықты. Негізі түнгі сотпен осы жол көлік оқиғасы келетін болсақ, тараптар дауламайтын болса, кінәсін мойындап тұрған жағдайда және кешкі мезгілде сотта қарауына келісім берсе, кешкі мезгілде сағат 6-дан 10-ға дейін, 22:00-ге дейін істі қарауға мүмкіндік бар. Сосын бір ерекшелігі, қаулысын сол күні береміз, және сақтандыру мекемесіне ертесіне уже тапсыру мүмкіндігі бар. Ары қарай төлемі де тез түседі. Келтірген шығын тез арада өтелуге мүмкіндік береді. Түсінікті. Рахмет. Енді мына тағы соңғы өзгерістердің бірі, сол дәмхана, мейрамхана мен түнгі клуб иелерінің жауапкершілігін арттыру қарастырылған екен. Тыныштықты бұзған үшін мұндай мекемелерге қолданылатын жаза түрлері қандай болды өзгеріске енгенде? Бұл жерде қандай еді? Айыппұл жазасы көзделген. Ол бұрыннан уәкілетті орган салатын айыппұлдар. Нақты штрафтың суммасын айта алмаймын. Жеке кәсіпкерлердің, ойын-сауық орталық иелерінің жауапкершілігі бойынша айта келсек, түнгі мезгілде кәмелетке толмағандардың
ойын-сауық орталығында болуына жол берген үшін жауапкершілік көзделген. Серік Сәбитұлы, сөзіңізді бөлейін, кешірім сұраймын. Бізде көрермен бар екен, желіде тосып тұр. Телефон сауалына кезек берейік. Желдес. Құрметті көрермен. Алло. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Мен сұрайын дегенім, права, водительский права бар ғой. Әкімшілік бұзушылық, мысалға үштік ұсталып қалады, болмаса аварияда жасайды, сондай кезде, қандай кезде әкімшілік бұзушылық болса, қандай кезде қылмыстыққа жатады водительский права. Сосын сұрайын деген, мысалға мына жолдан жүгіріп өтеді адамдар, мысалға пешеходтан немескеде мәшінеке атасы ғой, басқа жолдан жүгіріп өтеді. Сондай кезде ана адам, мысалға видеоға түсіріп аласың, болмаса сондай адам ұстаған кезде оған да жаңағыдай жаза беріп, штраф беріп, соның реті қалай болады, өзгеріп бар ма ондайға. Мысалға адамдар айтады ғой, пешеходтан мысалы бұлай жолдан жүгіріп өтті, оны ұстайды, сосын штраф жазады, сосын ол ертең бір делосына жазыла ма, ол ертең оның жұмысына кіруіне әсер ете ма, мына әкімшілік құқық бұзушылық деп жатыр ғой, соны дұрыстап түсіндіріп етіңізші. Рахмет сауалыңызға. Бұл жерде енді жол көлік оқиғасы бойынша айтайық онда. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде жол жүру ережелерін бұзып, жол көлік оқиғасына жол берген үшін жауапкершілік көзделген. Яғни жол көлік оқиғасы салдарынан материал залал келтіргені үшін жауапкершілік бар. Екінші состав жәбірленушінің денсаулығына жеңіл дәрежеде зиян келтірген үшін бөлек жауапкершілік бар. Осы бап, бірақ бөлек бөлігі. Қылмыс жауапкершілік бойынша айтатын болсақ, бұл жерде орта немесе ауыр дене жарақатын салса, немесе өлімге әкеліп соққан болса, уже қылмыс жауапкершілікке кетеді. Материалдық және денсаулыққа жеңіл дәреже зиян келтірген жағдайда әкімшілік жауапкершілікке жатады. Жаңа жаяу жүргіншілер бойынша, жаяу жүргіншілерге белгіленбеген жерден өткен үшін жауапкершілік өзгеріске дейінде болды, қазірге де ол үшін жауапкершілік бар. Жаңағындай полиция органдарының құзыретіне жатады. Айыппұл салу жазасы көзделген ол жерде. Айыппұл салудың салдарына келсек, әкімшілік жауапкершілікке тартылған адам 1 жылдың ішінде әкімшілік жауапкершілікке тартылған болып есептеледі. Яғни прокуратура статистикасы бойынша, сұраным бойынша жасаған кезде нақты тұрады. Қандай бап бұзған, қашан жасалған, штраф төленді, төленбеген. Ол 1 жылдың ішінде күшінде тұрады. 1 жыл өткеннен кейін өтеледі. Автомат түрде өшіледі. Автомат түрде өшіледі. Егер төленген болса, төленген кезден бастап 1 жылдың ішінде тартылған болып есептеледі. Түсінікті, көрерменнің сұрағына жауабын алды деп ойдамыз. Ал жаңа осы көрермен хабарласқанға дейін сұраққа оралсақ, жаңа түнгі клубтардағы, дәмхана, мейрамханалардағы кәмелет жасына толмағандардың жиі жүруі кездесетінін айттық. Енді осы орайда жаңа аталған нысандардың, ғимараттардың басшылықтары қаншалықты жауапқа тартылады және кәмелетке толмағандардың ата-аналары осы бойынша қандай өзгерістер бар? 132-ші бапта жаңағы ойын-сауық орталықтарының иелерінің жауапкершілігі көзделген. Яғни түнгі мезгілде, түнгі сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін кәмелетке толмағанның ойын-сауық орталығында болуына жол берген үшін жауапкершілік көзделген. Яғни иесі немесе уәкілетті тұлғасы соны қадағалау керек. Сағат 10-нан кейін кәмелетке толмаған ойын-сауық орталығында жүрмеу керек. Заңда өкілінің ертуінсіз. Жауапкершілік ретінде бұл бап бұрын соттың қарауына жатты. Қазіргі уақытта жаңа соңғы өзгерістер бойынша полиция органының құзыретіне берілген. Қазіргі уақытта полицияның өздері штрафтар салуда. Бұл бойынша 2019-да 28 іс қарадық. Әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Иелері көбінесе жеке кәсіпкерлердің өздері тартылады. Себебі жұмысқа алған адамдары еңбек шарттар жасалмағандықтан, яғни ешқандай міндеттеме жұмысшысы алмаған, берілмеген. Сондықтан жеке кәсіпкерлердің өзін жауапкершілікке тарттық. Сонымен қатар осы фактілер бойынша да
соттың тарапынан жекеше қаулылар шығарылып, еңбек инспекциясына жолданған. Одан әрі еңбек инспекцияның тексерісін жүргізіп, жауапкершілікке осы факт бойынша да тартылғандар бар. Яғни еңбек шартсыз жұмыс жасатқаны үшін. Ол жерде айыппұл 100 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде 260 мың жобасы, штрафтар үлкен ол жерде. Түсінікті. Енді қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша жаза күшейтіліп отырғанын айттық. Мас күйде көлік тізгіндерге де жаза қолданылатын. Енді бұрын 5 жыл болды да, қазір қандай өзгеріс болды, және бірнеше рет қайталанса көлік басқарғандарды енді осы қанша іс қаралды Мұнайлы ауданында және Жаңаөзен қаласында? Осы жаңа заңнама бойынша енді 608 бап дейміз қой, алкогольдің есірткілік масаю күйінде көлік құралын басқару. Олар бойынша бұрынғы заңнама бойынша 5 жыл көлік құралын басқару құқығынан айырылған жазасы көзделген болса, қазіргі таңда 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алына отыра, 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы. Ол Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабының 1 бөлігі бойынша. Ал осы алкогольдік масаю күйінде авариялық жағдай туғызу бұрынғы заңнама бойынша 2 бапта көзделген болатын. Қазіргі таңда ол 2 бап жаңа заңнама бойынша алынып тасталды. 3 бап, содан кейін 3-1 бап, 3-2 баптар бойынша толықтырылды. Ол жаңаға 3 бабы дегеніміз алкогольдік масаю күйінде көлік құралын басқару барысында жәбірленушінің денсаулығына зиян келтіру. Ол бойынша 5 жыл, бұрынғы заңнама бойынша 5 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылған. Жазасы көзделген, қазіргі таңда 20 тәулік мерзімге қамауға алына отыра, 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылады. Сонымен қатар жаңа толықтырулар 3-1 бап және 3-2 баптары, ол жаңаға 3-1 бап дегеніміз, ол алкогольдік масаю күйінде 1 бабы бойынша қолданылған жазадан кейінгі 1 жыл ішінде қайталанып жасалған әрекет. Ол жерде 20 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу және 8 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы қолданылады. Сонымен қатар 3-2 бап дегеніміз жаңа заңнама бойынша енгізілген толықтырулар, ол 3 бапта 1 жыл жаза қолданылғаннан кейінгі 1 жыл ішінде қайталанып жасалған әрекет. Ол жерде де 25 тәулік әкімшілік қамауға алу және 9 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылуға жазасы көзделген. Неғұрлым қайталанса, соғұрлым жазаға де. Ал Жаңаөзенде қалай? Жаңаөзен бойынша жаңа әріптесім айтып шықты, заң қалай өзгерген. Бұрын 3 жыл болса, қазір 15 сутка қамау және 7 жылға лишение кетеді права. Статистик мәліметке келетін болсақ, мен арнайы осы 2 айдыкін салыстырып жатырмын да. 2019 жылдың қаңтар ақпан айында 68 әкімшілік іс қарадық осы бап бойынша, 68 бабы бойынша алкоголь масаң күйде көлік құралын басқарған үшін. 2020 жылдың 2 айында 39, яғни жобамен 40 іске азайып отыр. Заңдың күшейткені негіз өзі әсерін беріп жатыр деп есептеймін, өзім өте жақсы көрсеткіш беріп отыр қазір. Шамамен 2 есе азайып отыр құқық бұзушылықтар. Ал жалпы енді осы Жаңаөзен қаласында, Мұнайлы ауданында көбіне қандай істер жиі қаралады бұдан бөлек? Мұнайлы ауданы бойынша енді біздерде көбінде қаралатын іс, мысалға 2000 осы ағымдағы жылы 414 тұлғаға қатысты 414 іс сот өндірісіне түссе, соның ішінде 383 іс негізімен қаралып аяқталды. Оның ішінде ең жиі қаралатын іс 75 іс. Ол жаңағы алкогольден есірткіден масаю күйінде көлік құралын басқару
әкімшілік құқық бұзушылықтары бойынша қаралған істер. Сонымен қатар 61 ісіміз ол жол жүрісі, жүргізушілердің жол жүрісі ережелерін мүлікке зиян келтіру арқылы және жәбірленушінің денсаулығына зиян келтіру арқылы бұзу бойынша қаралған әкімшілік құқық бұзушылықтар. Сонымен қатар үшінші ол жаңа шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында халықтың көші-қон саласындағы заңнамасын бұзуы. Ол бойынша 59 іс ағымдағы жылы қаралды. Алмагүл Иманәліқызы, бізде хабарласқан көрермен бар, телефон соғуына кезек берейік, қайда жалғастырамыз. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Мына мен қоян деген сұрақ болғанда, мен мына не пікірім, қазір біздің соттың түрі көп қой, қылмыстық бар, азаматтық бар, экономикалық бар. Осы соттардан неге болса көптеген істерді асырып милицияға, нотариустерге неге бере береді. Милиция, полиция дейтін, бұл халықтың қорғаны емес қой, олар іштарап салуға дайын тұрады. Соттың қазір түрі көп, экономикалық сот бар, әкімшілік сот бар. Рахмет хабарласқаныңызға. Жалпы сұрағының төркіні, яғни айыппұлдардың көбейген секілді мен түсінген бойынша. Соттар неге көп деген сияқты. Иә, бірнеше негізі, иә. Соттар неге көп дейді. Және айыппұлдар. Жоқ, соттар неге көп дейді. Не себептен полиция қызметкерлеріне қарайды. Бұндай жағдайда не деуге болады? Енді біріншіден бірнеше сот бар енді. Азаматтық істер қарайтын сот, Ақтау қаласы нөмір 2 сот, қалалық сот қылмыс істерді қарайды, экономикалық сот, жеке кәсіпкер және заң тұлғаларының арасындағы дауларды шешеді. Оның барлығын бөлу себебі негізі адамдардың, заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау мақсатында қабылданды. Себебі мына арнайы жолға салып мамандандыру, ол әр судья тек осы санаттағы істерді толықтай зерделеп, заңның барлығын толық зерттеп, дұрыс шешім қабылдауға бағытталған негізі осы. Барлығын мамандандырып, сот болып бөлу. Мақсаты негізі сондай. Так, ары қарай вопрос сұраға. Айыппұл бойынша енді айттық қой енді. Заң бойынша бір составтар бойынша күшейтілген. Отбасылық тұрмыстарға қатынастағы құқық бұзушылықтар бойынша керісінше жеңілдету жасалған. Оның барлығы енді материалдық жағдай және құқық бұзушылықтың өзінің қауіптілігі дәрежесіне байланысты. Мысалы 608 алкоголь масаң күйде автокөлік басқарған, ол өте өрескел құқық бұзушылық болып есептеледі. Сондықтан күшейтілген. Заңға бағынған құл болмайды, яғни барынша жақсы жағына қарай ізгілендіру, ал қатаңдату енді алдын алу дейсіз. Түсінікті, бізге хабарласқан тағы көрермен бар, қабылдайық. Құрметті көрермен, Ассалаумағалейкум. Мен қояйын деген әкімшілік бір іс тарапыңыз бар еді. Алло. Тыңдап тұрмыз. Әкімшілік 106 мың іс тарапта, ол 40 мыңның ішінде төледік. Ол енді ол айлығы 50 мың теңге. Оны біз бөліп төлеуге бола ма? 20 мыңнан 30 мыңнан бөліп. Соны білейін дедім. Түсінікті, рахмет. Ол негізі айыппұл сотпен салынған айыппұл ма екен? 30 тәулік ішінде. Сотпен салынған айыппұл. Енді сот жаңағы... Барынша екі тараптында түрде айтып көрсеңіз, яғни сотпен салған айыппұл болса, керісінше болмаса. Қандай жағдайда? Негізі соттың қаулысымен егерде айыппұл салынған жағдайда сот 30 тәуліктің ішінде ерікті түрде төлеу үшін уақыт береді. Егерде ерікті түрде 30 тәуліктің ішінде төленген жағдайда сот қаулысы орындау үшін сот орындаушыларына жолданбайды. Егерде 30 тәуліктің ішінде айыппұл төленбеген жағдайда сот қаулысы орындау үшін сот орындаушыларына жолданады. Әрі қарай сот актісін орындайтын сот орындаушылары. Енді ол сот қаулысы қабылданғаннан кейін оны бөліп төлеу, ол енді
сот орындаушыларының жұмыстары. Енді солар өздері жаңағы қалай төлеу керек, солардың жұмысы. Айыппұлды толық төлей алмаймын деп айтып жатыр ғой. Ондай материал жағдай болса, десе жаңа айтылғандай еңбек жалақысы 50 мың болса, штрафтың өзі 100 мың болса, бір айдың ішінде төлеуге мүмкіндігі жоқ болып тұруға адамның. Бұл жерде енді сотқа арыздануға құқығы бар. Айыппұл сомасын бөліп төлеуге. Ол жерде арыз жазып, сотқа тиісті құжаттарын тіркеп тапсырса, айыппұл салған судья сол арызын қарап, егер де арызы негізді болса, 3 айға бөліп беруге мүмкіндігі бар. Сол дұрыс шығар. Себебі мына сот орындаушыға жолданғаннан кейін ол мәжбүрлеп орындалуға жатады. Ол жерде сот орындаушының өзінің атқарушылық санкциясы бар. Айыппұлдың үстінен тағы қосымша өз услугасын өндіруге болады. Түсінікті. Енді осы әкімшілік істер бойынша татуласуға мүмкіндік бар ма? Және осы төңірегінде айтып өтсек. Енді әкімшілік істер бойынша енді біздерде татуластыру, ол көпшілігі осы отбасылық жанжалдар бойынша істерді қарау барысында жүргізіледі. Жаңағы ол Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабында қамтылған. 73-ші бап бұл жаңа отбасылық тұрмыстық қатынастардағы құқық бұзушылықтар. Сонымен қатар 73-те 1-ші бап ол жаңағы адамның денсаулығына зиян келтіру қасақана. Сол баптары бойынша егерде татуласулар, негізі 73-ші баптың өзі арызданушының арызы бойынша қозғалады. Егерде жәбірленуші арызданушы құқық бұзушылығымен татуласқан жағдайда медиациялық тәртібімен істі тоқтатуға мүмкіншілік бар. Оны істі қарау барысында барлығы анықталады. Сонымен қатар жаңағы 73-ші баптың 73-те 2-ші бап ол жаңағы тәні ауруына ұшырату дейді. Ол бабы бойынша да екі жақ егерде татуласқан жағдайда істі медиациялық тәртібімен тоқтату көзделген. Соңғы өзгерістер жаңа заң бойынша егерде 1 жыл ішінде қайталанбаған жағдайда іс тоқтатылады. Жаңа кешірім берген жағдайда арызданушы егерде ол тексеріледі, бұрын 1 жылдың ішінде бұрынғы заң бойынша негізі тоқтатылу кезінде ол бұрын тартылғандығы есептелмейтін. Қазіргі соңғы заң бойынша, жаңа заң бойынша егерде 1 жыл ішінде қайталап жасаған әрекеті болса, тоқтатылуға жатпайды. Түсінікті. Енді осы сұхбат барысында айтып жатырмыз, енді отбасыдағы тұрмыстық қатынастар арасындағы, яғни дау қарсы әрекеттердің жиі орын алатынын айтты ғой. Енді жалпы қаншалықты іс қаралды осы Жаңаөзен қаласының Мұнайлы ауданында, осы есебін сөйлетсек? Негізі бұл санаттағы істер өте көп қаралады. Күнделікті осы санаттағы істер қаралып жатады. Үйдің ішінде айқай-шу шығару, былап сөйлеу, жалпы жанұяның тыныштығын бұзған үшін. Сосын ұрып-соғу әрекеттері де болады. Оның барлығы күнделікті өте көп. Оларға да талдау жасап жатырмыз. Ол жерде көбінесе енді алкогольді масан күйде жасалынатын құқық бұзушылықтар болып табылады. Соттың тарапынан енді бұл фактілердің алдын алу мақсатында заң кодекс бойынша бізде 54-ші бабында ерекше талаптар белгілеу құқығы көзделген. Соттың немесе орган сотқа ұсыныс келтіруі мүмкін, және жәбірленушінің де ондай құқығы бар. Ерекше талап бойынша белгіленген бір мерзімге 3 айдан бастап алкоголь, есірткі, психотроп заттарды қолдануға тыйым салуға мүмкіндік бар. Және сонымен қатар профилактикалық әңгімелесу үшін учаскелік полиция пунктіне айына 2-3 немесе 4 рет баруға міндеттейміз құқық бұзушыны. Негіз осының да көп әсері бар.
яғни мына учаскелік полиция инспекторының бақылауында болады. Айына 3 рет десек, 10 күн сайын барып тұрады. Және осы ерекше талаптар бұзған үшін әкімшілік кодексте арнайы жауапкершілік көзделген. Ол жерде де айыппұл немесе әкімшілік қамау жазасы көзделген. Түсінікті. Жалпы сұхбат барысында айттыңыз, мына қамауға алынбайтын адамдар. Яғни қамауға қандай адамдар алынбайды? Әкімшілік кодексінің 50-ші бабында, 50-ші бабының 2-ші бөлігінде арнайы көрсетілген. Әкімшілік қамаққа алынбайтын тұлғалардың қатарына жүкті әйелдер, 14 жасқа толмаған балалары бар әйелдер жатпайды. Сосын жалғыз өзі асырап жатқан 14 жасқа толмаған баланы асырап жатқан ер адам қамауға алынып жатпайды. Мүгедектер, 1-ші, 2-ші топтағы кәмелетке толмағандар. Алкогольді масаң күйде басқарған үшін жауапкершілік келетін болсақ, бұл жерде бөлек бөлігі көзделген. Яғни алкогольді масаң күйде мысалы 1-ші топтағы мүгедек басқарып жауапкершілікке тартылатын болса, оған қамау жазасы емес, айыппұл жазасы. Айыппұл 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көзделген. Ол жерде теңгемен айтқанда 530.200 теңге құрайды. Яғни неғұрлым артады дейсіз. Түсінікті. Енді осы түнгі мезгілде кәмелетке толмаған балалардың жүруіне қайта оралсақ, енді осы ата-аналардың жауапсыздығынан деп те айтуға болатын шығар. Енді қанша айыппұл көзделген осы ата-аналардың балаларының қарамауына, түнгі мезгілде жүруіне? Отбасылық кодекс бойынша негізі ата-анаға бала кәмелетке толғанша тәрбиелеу міндеттелген. Әкімшілік кодексте 442-ші бабында ол үшін жауапкершілік көзделген. Яғни түнгі мезгілде ойын-сауық орталығында баланың жүруіне жол берген үшін ол 1-ші бөлігі. 2-ші бөлігінде түнгі мезгілде ата-анасының ертуінсіз үйден тыс жерде, далада кешкі 11-ден кейін кәмелетке толмаған жалғыз өзі жүрмеу керек. Міндетті түрде қасында заңды өкілі, яғни ата-анасы немесе олардың орындағы адам болу керек. Айыппұл бойынша қандай да бір құжат болу керек пе? Орындағы адамдар болса, мысалы ағасы болсын, тумаласы болсын. Ағасы емес, заңды өкілі. Заңды өкілі ата-анасы танылады, немесе асырап алушы, сол ата-ананың орындағы адам. Ол тиісті құжатпен расталу керек. Яғни құжат талап етеді дейсіз. Түсінікті. Құрметті студия меймандары, хабарымызды, сұхбатымызды қорытындыласақ, енді санаулы минут қалған екен. Көрерменге айтарыңыз болса, мархабат. Енді заңға бірнеше өзгеріс енгізілді. Басты тақырыбымыз сол. Адамдардың, заң тұлғалардың құқықтарын, мүдделерін қорғау мақсатында үкімет тарапынан жасалып жатқан әрекет. Алдағы уақытта енді құқық бұзушылықтар азаяды деп есептейміз. Қазіргі уақыттағы статистикалық мәлімет көрсетіп жатыр оны. Аман болайық бәріміз. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет, студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге, істеріңізге сәттілік, табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі эфирде жолыққанша аман, сау болыңыздар.